Кайырлы күн кыздар, бүгүн ерекше дәмді Наполеон тортун жасайтын боламыз. Алдымен біз сары майымызды видеода көрсеткендегідей ұсақтап турап аламыз. Туралған майымызды алып, ұнға салып, оны біртіндеп араластырамыз. Май бір-біріне жабысып қалмауы қажет. Сосын 1 стаканға жұмыртқа, суық су, тоз және де 9% уксусты құйып араластырамыз. Unumuzu коврикке төгіп, ортасынан тесік жасап алып, оны суымызды құйып отырып араластырамыз. Онға артық су қосып қажет емес, себебі май қолымыздың температурасында еріп, бір-біріне ұн жабысатын болады. Қамырды жақсылап илеп, видеода көрсетілгендей пішінге келтіріп, біртіндеп турап шығамыз. Туралған бөлшектен 8 бөлшек менде шықты. Дайын болған қамырды бетін жауып 20 минуттай демалдыруға қоямыз. Сосын жұмыртқаларды ағынан ажыратып аламыз. Оған қантты салып, жақсылап араластырып шығамыз. Үстінен ванилинді салып, оған ұнды салып, жақсылап араластырамыз. Сүтті аз мөлшерде қосып, араластырып шығамыз. Сосын дайын болған смеске бүкіл сүтті қосамыз да газға қойып, баяу отта араластыратын боламыз. Қою болғанша араластыру қажет. Дайын болған кремге сары майды қосып, миксермен тағы бір араластырып аламыз. Сосын кремді алып, суытуға қоятын боламыз. Қамырды барынша жұқалап, жайып аламыз. Дайын болған қамырды табамызға салып, формасына келтіріп, вилкамен тесіп шығатын боламыз. Осылай әрбір қамырды жайып, пісіріп аламыз. Сосын суытуға қойып қоямыз. Тортымыз жылжып кетпеу үшін астына кішкене крем жағып, тортты жинауды бастаймыз. Осылай әрбір крем жаққан сайын үстін кішкене басып отырамыз. Ары қарай тортымызды видеода көрсетілгендей жинай береміз. Дайын болған тортты осылай жинап, холодильникке 1 күн немесе 6-7 сағатқа демалдыруға қоямыз. Қыздар, торт өте дәмді шықты, жасап көріңіздер, ас болсын.